Алмагүл ханым, сіздің бір өкпеңізден онкологиялық ауру байқалды. Онкология? Ол не? Ол рак. Рак? Яғни бір өкпеңізде қатерлі ісік бар. Соңғы дәрежелі ісік. Өмір сүрем бе? Қанша өмір сүрем? Мен оны айта алмаймын. Тіпті ота жасатқан күнде де көмектеспеуі мүмкін. Ал ем қабылдасам ше? Өмірімді ұзартуға бола ма? 1-2 ай, тіпті одан да аз. Я, мне. Кешіріңіз. Аха. Домбыран гитара бар ма? Болды, қазір келем, я. It's very frustrating that people are fascinated by the development of new technologies that often damage the nature. Our activity causes the pollution of the environment, climate changes, extinction of animals and plants. Years ago, it was not very noticeable, but now people who live in the big cities just cannot breathe. We have to know that by harming the nature, we make ourselves worse too. So we cannot be indifferent and have to keep wealth and beauty of our nature. Айжере, жарайсың. Сенің ағылшын тілің керемет дамып келе жатыр. Маған қатты ұнайды. Осыған орай саған ұсынысым бар. Ұсыныс? Ол қандай ұсыныс? Біздің мектепте кіші топта ағылшын тілі бар. Ол жерде біздің мектебімізде ағылшын тілі мамандары жетіспейді. Бүгінгі таңда соған өзіңнің тәжірибеңді сабақ беріп жалғастырсаң деймін. Қалай қарайсың? Ол қалай болар екен? Мен оған тым жас емеспін бе? Бәрі жақсы болады. Сенің қолыңнан келеді. Мен бүгін түстен кейін сені бірінші сабағыңды беруге күтемін. Жарайды. Ал балалар, келесі сабақта кездескенше. Құрметті анашым, туған күніңізбен. Менің бақытым үшін сіз аман болыңызшы. Сіздің бақытыңыз үшін мен аман болайын. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын.
Анашым, қалайсыз? Сіз де барып тұрсыз ба? Иә, қарның ашқан шығар. Шешесің бе? Шек. Айзере бүгін қосымшадан кеш келем деді. Сіз білесіз ба? Сізге айтты ма? Иә, Анашым, сізбен бәрі дұрыс па? бәрі дұрыс. Неге сұрай бердің? Енді өзіңіз ғой бір түрлі болып тұрған. Уайымдама, бәрі жақсы. Шайыңды іше ғой. Анашым, Айша, мен келдім. Мені сағынып қалмадыңдар ма? О, Айзере, келдің ба? Иә. Күнің қалай өтті? Жақсы ма? Иә, жақсы деуге болады. Не болып қалды? Бүгін мектепте мені кіші топ ағылшын тілі мұғалімі етіп сайлады. Рас па? Иә, және қосымша ақысын да төлейтін болады. Ғажап, жарайсың қызым. Қыздарым, сендер де бой жетіп келе жатсыңдар. Міне шүкір, жақында үйліде болдық. Енді өз баспанамыз бар. Иә, бұл сіздің еңбегіңіздің арқасы ғой, Анашым. Сендерге бір айтарым бар. Мысалға, Айта беріңіз. мысалы мен ұзақ сапарға кетсем, өздерің менсіз қиналмай өмір сүргендеріңді қалайым. Түсінбедік. Сіз бір жерге кетіп барасыз ба? Жоға, Әлде денсаулығыңыз болмай тұр ма? Сіз бүгін бір түрлі болып жүрдіңіз. жоға, менде бәрі дұрыс. Мен бір кино көріп, содан әсерленіп кеттім ау. Әңгімеме мән бермеңдер. Оның бәріне кино себепші. Анашым, сіз біз үшін өте қымбатсыз. Ешқайда бізді тастап кетуіңізді қаламаймыз. Сіз күнімізді де елестете алмаймыз. Анашым, көп жасаңыз. Балалар, таңғы ас ішуге келеміз. Беті қолдарын жудыңдар ма? Иә. Бағжан қайда? Ол бөлмесінде. Бағжан! Ол келмейді. Телефоннан таңғы ас ішіп жатыр. Бағжан! Ой, бұғызай. Бағжан, не мынау? Телефон тасыда, таңғы ас ішуге кел. Бағжан! Беті қолын жудың ба? Оны қана білмеді. Бар, беті қолын жуып келді. Телефон сосын аласың. Айша, Анашым ұйықтап жатқан сияқты ғой. Иә, әдетте бізден ерте тұрушы еді. Қазір бөлмесіне барып, оятып келейінші. Анашым? Анашым? Анашым, тұрыңыз. Әйтпесе жұмысыңызға кешігесіз. Анашым? Анашым? Анашым! Анашым! Анашым, тұрыңызшы! Анашым! Айзере, не болды? Анашым тұрмай жатыр. Не? Көмек шақыру қажет. Мен қазір. Аға, көмектесіңізші, өтініш. Қайда? Кәне? Кіріңіз. Қазір қыздар уайымдамаңдар. Жедел жәрдем шақырам. Анашым, адамды қорқытпаңызшы, тұрыңызшы, Анашым. Кеше сезген едім, дұрыс емес екен. Есіне танып жатыр. Аха. Күтеміз аха. Балалар, мен қазір келіп қалам. Бағдан, сен екі бауырдан қара.
Әйтпесе телефонды алып қоям. Анашым, қалайсыз? Қыздар сабыр сақтаңдар. Бұлғай жер өзі. Сіз таңертең оянбаған соң біз жедел жәрдемді шақырып емханаға алып келдік. Жаңа ғана дәрігерлер сізді тексерген. Аздан соң анализ жауабын айтамыз деді. Ал сіз? Мен ба? Мен сіздің көршілеріңіз боламын. Біз ағадан көмек сұраған болатынбыз. Я сізді алдын көрмеген екенмін. Сіз жаңадан көшіп келдіңіздер ма? Я, анашымыз ақша жинап үй алды. Керемет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? О, есіңізді жидіңіз ба? Сіз қатты депрессияға түскендіктен жүйкеңіз тозған. Және соның терең ұйқыға кетіп, қазір есіңізді жоғалттыңыз. Енді анализдерге қарайтын болсақ, Дәрігер, өзіміз сөйлессек бола ма, қыздарсыз? Жоқ, анашым, олай болмайды ғой. Біздің де естігіміз келеді. Анашым, неге жасырасыз? Қыздар, шығыңдар. Қыздар шығатындар, я? ал сіз кім боласыз? Мен көршісі болам. Сіздің оң жақ өкпеңізде ісік анықталды. Бірақ қатты уайымдамаңыз, оны алдын алуға болады. Кеше ең соңғы дәрежелі ісік деді ғой. Ешқандай шара көмектеспейтінін айтқан болатын. Қай жерде тексерілдіңіз? Саябақ жақтағы емхана. Ол жақта аппараттар ескіріп қалған деп естідім. Қалай ескіріп қалған? Адамның тағдыры мына жерде шешіліп жатыр. Қызық екен. Кішкентай ісікті үлкен етіп көрсетеді. Ең бастысы емді уақытылы қабылдасаңыз, бәрі жақсы болып кетуге үміт бар. Ал ота жасалса, бәрі сонымен біте ме? Ота жасағаннан кейін үнемі бақылауда болып, керекті емшаларды қабылдасаңыз, сізде жазылып кетуге үміт бар. Ал ота ақылы ма? Егер ақылы жасатам десеңіз, тезірек болады. Ал мемлекеттік порталмен жасату, ол ұзаққа созылып кетеді. Ал ақылы ота қанша тұрады? Ол оңай ақша емес. Менде дәл қазір ондай ақша болмай тұрғанын қарашы. Демалыс ақымды алуға да жыл бар. Ең жақсысы мемлекеттік кезекке тұрып, отаны күту. Жарайды, енді өзіңіз шешім қабылдайсыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Анашым, бізден жасырғаныңыз қалай? Бәсе, кеше бір түрлі болып жүрдіңіз. Мені кешіріңдер, қыздар. Мен олай болады деп ойламадым. Анашым, олай болмайды ғой. Сіз болмасаңыз біз қайтеміз? Бүгіннен бастап ем алуды бастайсыз. Я, ем алмай жазылмай бұл жерден шықпайсыз. Ал сендерші, сендер қайтпексіңдер. Уайымдамаңыз. Біз өзіміз аз дайындап, мектепке барып және сізге келіп тұрамыз. Жоқ, болмайды. Сендерге де қарайтын адам керек. Тәте, сіз уайымдамаңыз. Қыздарыңызға өзім қарай тұрам. Аға мен жеңгемнің балаларына өзім қарап жүрмін қазір. Міне, аға көмектесем деп тұр ғой. Ал сіз бүгіннен бастап өзіңізге қараңыз, ем алыңыз. Бізді асырамыз деп еш демалысты білмедіңіз ғой, анашым. Біз сіздің алдыңызда қарыздамыз. Жандарым сол. Мен сендерді жақсы көрем. Ғабидулла! Сен не көріп жатсың? Асханадағы ыдыстар неге жуылмаған? Аға келіп жуып бере ме? Иә. Бар тез жу. Анашымға айтып беремін. Анашым қазір іс сапарда, ал ол келгенше менің айтқанмен жүресің. Түсіндің бе? Егерде мына ойыншық керек болса, бүкіл жерді жина. Бол тез.
содан жеп жу. Будың ғой. Ах. Айша, жүре ғой. Я, қазір келем, я. Я. Нұрстан аға, Қазір 1 минут. анама көмектескеніңіз үшін рахмет сізге. Оқасы жоқ. Біз қазір үйге тез кіріп шығып, сөмкелерімізді алайық. Әйтпесе мектепке кішік қаламыз. Әлі анамызға тамақ алып бару керек. Қалай берсем екен? Уайымдама, өзім апарам. Қазір үйге кіріп, шай ішіп келсеңдерші. Жоқ, онсыз да кешіктік. Анама тамақ алып барсаңыз жақсы болар еді. Міндетті түрде кешке біздің үйге келіңдер, жарай ма? Мен сіздерді күтем. Жарайды, рахмет сізге. Айша, жүре ғой. Мен басып қойдым. Дұрыс болыпты, тағы бассақ ештеңе етпейді. Тағы басқан не қажеті бар? Мен басып қойдым ғой. Жарайды. Айттым ғой саған, мен басып қойдым. Сабыр сақтасай. Мен тағы бір рет бассам, онда тұрған не бар? Мүмкін бұзылып қалған болар, тағы бір рет басайық. Сонда мен дұрыс баспадым деп тұрсың ғой. Ал сен бассан жедел сатып келіп қала ма? Әлде бұзылған жерінен жөнделіп кете ме? Жоқ, мен сені түсінбей тұрмын. Саған не келіп кетер бар? Мен басамын ба, жоқ па, қалағанымды сен. Ал басамын. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Ой, сіз қайдан жүрсіз? Қыздарыңыз сізді аш қалама деп уайымдаған соң, сізге тамақ алып келдім. Ой, сізді әуре болып, ят болды ғой. Қойыңыз олай демеңіз, тамағыңызды ыстық кезде жеп алыңыз. Жоқ, тұрады. Қарным аш емес. Қалай өзіңізді дұрыс сезініп жатсыз ба? Не десем екен? Алғаш ауруымды естігенде көз алдыма 2 қызым келді. Олар менсіз қалай өмір сүреді деп. Менен басқа олардың ешкімі де жоқ. Меніңше сізге түк қайғырмасаңыз да болады. Сізде көп мүмкіндік бар екен. Сонда қалай? Осы да мүмкіндік деп ойлайсыз ба? Ал егер ем ешқандай нәтижесін бермесе, не істеймін? Мен қыздарым үшін алаңдаймын. Олай жаман ойламаңыз. Білесіз бе, сіз өзгелерге қарағанда бақыттысыз. Өйткені сізде көп мүмкіндік бар. Құдай енді сізді осындай аурумен сынаған екен. Қызық екен. Әрине ойлап қараңызшы. Біреулер жолда өтіп бара жатып, көлік қағып кетіп, өмірден өтіп жатқандары да көп. Ал басқа біреулер өрттің ішінде қалып кетіп қалғандары да бар. Меніңше сізге уайымдауды тоқтатуыңыз қажет. Сізге қазір әрбір сәт мүмкіндік және бақыт емес пе? Соны сезінсеңіз, сіз қалағаныңша қыздарыңызды көре аласыз, бірге бола аласыз. Ал көлік апатында және өрт апатында қалған жандарда ондай мүмкіндік жоқ. Ауру екенмін деп, әр сәтті қайғымен өткізуге болмайды. Сөзіңіздің жаны бар. Бірақ қалай уайымдамауға болады? Қыздарым міне өсіп жатыр. Егер ыңғайсыз болмаса, айтыңызшы, сіздің отбасыңыз болған ба? Қыздарыңыздың әкесі қайда? Иә, кезінде отбасым болған. Мен де жас болдым, ғашық болдым. Махаббатпен тұрмысқа шықтым. Ол кезде де бірақ оңай болған жоқ. Отбасылы болғаннан кейін
күйеуімнің қызметі өсе бастады. Ал мен болсам, жүктілікке байланысты оқып жүрген оқуымды да тастап кетуге тура келді. Күйеуімнің қызметі өсіп, қалтасына ақша тола бастағаннан кейін отбасына назар аударуды да қойды. Көшеден кері қайтпайтын болды. Қызымды өзім босанып алдым. Ал күйеуім болса, өзге біреулермен көңіл көтеріп жүре берді. Ал уақыт өте келе түзелер ме деп ойладым, бірақ жоқ. Өзгермеді. Ал екіншіге жүкті болған кезде ол мені ішімдегі сәбиіммен және қызыммен бірге көшеге қуып шықты. Ештеңесіз. Мен қызыммен өзім жалғыз қалдым. Атанам болса алыста тұрады. Оларға баруға да бетім шыдамады. Міне, осындай қиындықтардан кейін енді ғана аяққа тұрып, жақында баспаналы болып, қыздарымды өсіріп жатқан жағдайым бар. Құдай сүйген пендесін сынаған жақсы көреді. Сіз бар қиыншылықты жеңген екенсіз, бұны да жеңесіз. Менше Құдай сізге бұл ауруды мүмкіндік ретінде беріп тұр. Айтпақшы, рұқсат болса, сізге жақсы сәт сыйласам бола ма? Қандай? Балалар, сәлеметсіздер ме? Отырамыз. Біздің сыныпқа жаңа оқушы келген бе, әлде білімі тасып осы сыныпқа көшіп кеткен бе? Көрейік. Қандай керемет мына жерде. Ал, мен кіммен сөйлесіп отырмын? Неғып жүрсің мына класста? Кешіріңіз. Бұндай болып тұрады, я. Балалар, сабағымызды жалғастырамыз. So, kids, who is ready? Досым, қане жауабын айта аласың ба? Апай, кешіріңізші, сабаққа дайын алмаған едім. Не болды? Не үшін дайын алмадың? Okay, sit down. So kids, after the school, I will open the group which calls spiritual communication. In there, we will discuss the problem that you cannot solve. So, do you agree? Апай, енді қазақша айтыңызшы. Иә, жақсы. Балалар, сабақтан соң мен рухани сырласы деген топ ашамын. Сол жақта сендердің шеше алмайтын мәселелерін ортаға салып, талқылаймыз және бір-бірімізге көмектесеміз. Келісесіңдер ме? Я. Жарайсыңдар. So, kids, today's lesson has come to an end. Bye-bye, everyone. Апай, сізде бәрі дұрыс па? Олай дегенім, бүгін сабақта бір түрлі болдыңыз, соған сұрағаным ғой. Я жай, қалай көп ақша тапсаң екен деп ойлап жатырмын. Ол не үшін қажет? Анам нотасына қажет болып тұр. Сонда анаңыз ауырып қалды ма? Қай жері ауырып жатыр? Я қатерлі дертке шалдықты. Оны емдеу үшін ота қажет болып тұр. Ал ота жасау үшін ақша қажет болып тұр. Анаңыз ертерек жазылып кетсін. Нет, не рахмет, Амира. Сау болыңыз. Сау бол.
Алло, бұл кім? Алло, саламатсыз ба? Бұл Айселі екен? Иә, сәлеметсіз бе? Ал сіз кімсіз? Сіздің номеріңізді оқу орталығынан Сәбирамай беріп еді. Сіз ағылшын тілінде өте жақсы сөйлейді дейді. Иә. Соған бізге көмегіңіз қажет еді. Ал қандай көмек? Біздің компания сұлулық компаниясы, яғни біз отандық косметикаларды өндіреміз. Отандық өндірісімізді шетелде импорттау үшін шетелдік мамандармен кездесу ұйымдастырып жатқан еді. Ал шетелдік қонақтар бізге ерте келіп. Қош келдіңіз, Алмагүл ханым. Қандай ғажап әдемі жер. Бұл жерге мен жиі келіп тұрам. Рухани демалып, жаңағыдай жаным тынышталады. Жаңа сізге де осындай рухани демалыс сыйлағым келді. Ғажап, өте керемет жер екен. Жүріңіз, мен сізге көрсетейін. Әйтеуір сен мені зорлап осы жерге тастап кетпейсің бе? Жоқ, қате қойсаңызшы ондайыңызды. Жүріңіз, көрсетейін сізге. Өте әдемі екен. Керемет. Рахмет саған. Саған үлкен алғысымды білдіремін. Мынандай керемет табиғат, жеті ұйықтасам да түсіме кірмепті. Осындай ғажаптан соң өмірге деген бір үміт пайда болғандай. Міне көрдіңіз бе? Үнемі жақсы ойлап, қыздарыңыздың болашағына куә болыңыз. Айтпақшы, Нұрсұлтан, сенің отбасың бар ма? Жоқ, мен әлі бойдақпын. Армандарыма жетем деп, үйленді ұмыт кеттім. Анам, ағам және жеңгем бар. Анамды жақында осы туған күніне орай демалыс орталығына жібергем. Ал ағам мен жеңгем іс сапармен басқа қалаға кетіп қалды. Балаларды маған қалдырды. Жарайсың. Бұйырса, сенің де бағың ашылсын. Жаныңа жақсы жар жолықсын деп тілеймін. Үміттенемін. Айтпақшы, Нұрсұлтан, сен неге бізге көмектесіп жүрсің? Бізді танымайсың да, оның үстіне бізге қамқорлық жасауға сен міндеттемессің ғой? Иә, бірақ оның да өздік себебі бар. Ол не себеп? Студент кезде мен қатты ауырғанмын, сіз сияқты. Сондықтан сіздің халіңізді өте жақсы түсінемін. Рас па? Ал сосын сен оны қалай жеңдің? Түріңе қарасам, денің сау адам сияқтысың. Иә, ауырымнан жазылуына үлкен себепші болған ол анам, ағам және жеңгем. Олардың маған деген мейірім махаббаты, қамқорлықтары мен ауруымды жеңуге көмектесті. Бәсе, осындай мағыналы сөздерің мен қолдауың босқа емес екендігін сезген едім. Иә, қарап тұрсаңыз, әрбір адам жеке бір тұлға. Әркім өз жолын өзі таңдайды. Тіпті өз-өзін түсіне алмай, өз-өзінің жолын таппай, бақытты сәттерді бағаламай, өмірден өтіп кеткендер де көп. Ал мен үшін әрбір сәт бағалы бақытты. Қазір сізбен сөйлесіп отырғаным өзі бір бақыт емес пе? Мен түкке тұрғысыз, кек сақтап, ашуға беріліп, өмір сүргім келмейді. Өйткені бұл өмірде бәрі өз бақыты үшін күреседі. Бәріміз бақытты болуға лайықпыз. Сіз де Алмагүл ханым, күліп жүріңіз. Сізге күлген жарасады. Бағжан, телефон тастасай болды ғой. Сен кімсің өзі? 9-шы қабаттағы көршім боламын. Саған рахмет өмірімді сақтап қалғанына.
Бұл болмайды. Ондайымды қоймасан арты жаман болма. Біздің мектебімізде рухани созылысы клубы бар. Соған барып қатыс, бір көмегі тиер. Амира! So nice to work with you. Thank you. Goodbye. Thank you. We make the contract artificial and then make it illegal and then close the company to the dead end and bankrupt it, and then we can take this company to ourselves. How's the idea? So why don't we buy the company right away? Are you kidding? If they're excused for illegal activities, then the value of the company will be decreased, won't it? Even we can take it in a free value, like water. It for the free, like water. So that is how this is the production of our own country. Ah, that's good. Let's finish this case as soon as possible. Let's go. Сол үшін сізге келісім шартты жақсылап тексеру керек. Әйтпесе сіздерді қиын жағдайға қалдырмақ. Сен өзің жақсы ағылшынша сөйлейсің бе? Не? Я? Айзере сенің тым жас екеніңе қорқып едім. Мен бұл мүмкіндікті қанша күткенімді білесің бе? Ал сен кеше ғана келіп бәрін құртпақсың. Олай болмайды. Мен рас айтамын. Сенбесеңіз келісім шартты тексеріңіз. Айзере, сен ағылшын тіліңді жақсылап үйрен. Жарай ма? Аударма жұмысының жақсылап істей алмайтынын көріп тұр. Мен басқа аудармашыны табамын. Саған әлі оқу керек, үйіңе қайта бер. Боссын. Не? Жоқ, мен рас айтамын. Айнұр ханым, өтінем, сіз не сеніңізші? Әйтпесе өз компанияңыздан айырып қаласыз. Балалар, танысыңдар. Бұл Бақжан. Ортамызға қош келдің, Бақжан. Сәлем, Бақжан. Бақжан, айтшы, сені не мәселе қинайды? Қорқпай айта бер, біз қолдан келгенше саған көмектесеміз. Сәлем бәріне. Не айтарымды да ұмытып қалдым ғой. Яғни мен телефонға тәуелдімін. Телефонсыз күнімді елестете алмаймын. Онсыз маған қызық емес сияқты. Жақсы, ал неге онда осы жерге келдің? Кеше телефон көріп келе жатқанда, байқаусыздан жаяу жүргінші жолында бағдаршамның қызылына қарамай өте бергенінде бір көлік мені соға жаздады. Не? Үйіндегілері біледі ме? Неге оларға айтпадың? Саған ештеме болмады ма? Жоға. Бақытым орай ешнәрсе болған жоқ. Амира мені құтқарып қалды. Саған рахмет, Амира. Бақшан, көрдің бе соны неге әкелетінін? Я, сол күні де телефон қолымнан түсіп сынып қалды. Енді не істерімді білмей жүрмін. Маған телефон қажет сияқты. Бақшан, білесің бе? Болашақта сондай мамандық пайда болады. Ол қандай? Мысалы, сен сияқты телефонға тәуелді адамдарға қарайтын үй ашылады. Яғни, денсаулығы нашар адамдарға қарайтын ұйымдар бар ғой? Сол сияқты. Жоқ, олай емес шығар енді? Я, солай. Онда бүгіннен бастап өте берем. Басқа телефонға қарамайым. Рас па? Жарайсың. Балалар, Бақжанға қошемет көрсетейік. Сәлем, Айзере. Сіз сәлеметсіз бе? Мен сенімен сөйлесуге келіп едім. Менімен? Я, айта беріңіз.
Айзере, сен өте ақылды, мықты қыз екенсің. Жас болсаң да зейінің мықты екен. Сен өткенде бәрін дұрыс түсінген екенсің. Сен кеткеннен кейін ағылшындармен сұхбатымызды жалғастырдық. Келісім шартты тағы да оқып шықтым. Сенің сөзіңнің жаны бар болып шықты. Келісім шарт заңсыз болып шыққан екен. Кейін ағылшындардың кім екенін білдім. Олар шетелдік компанияларды алып сатарлар екен. Олар банкротты қолдан жасап, басқа шетелдік компанияларға сатады екен. Сонда олар алаяқтар болғаны ғой? Солай десе де болады. Егер сол кезде сен маған айтпағаныңда, мен сонша жылдық еңбегіммен айырып қалар жаздадым. Рахмет саған, Айзере. Оқасы жоқ. Бастысы дер кезінде білгеніңіз. Саған ерекше алғысымды айтуға келдім. Мынау саған алғысым. Менің компаниямды сақтап алып қалған үшін. Мына көп емес бе? Жоқ, көп емес. Сенде білім болған талант қызға бұл әлі аз. Сенде ақ жастар көп болсын. Қалай алғыс айтырымды да білмеймін. Мен саған алғыс айтым керек. Yes. Я хабарласам өзіме. Жақсы. Айша, не жазып отырсың? Анашымна ақша табу үшін тізім жазып жатыр. Сонда қалай? Не қараңыз, үйді 1000 теңгеге жинаймын, ал кірді 500 теңгеге жуам. Сосын осы тізімді подъезге іліп қоям. Адамдар қарап мені үй жинауға шақырады деп ойлаймын. Айналайын-ау ақылынан, бірақ саған әлі ерте бұндай жұмыс. Ананың отасына ақша табылады, сен уайымдама. Бастысы сабағын жақсылап оқып, білім ал. Соның өзі анана үлкен көмек. Мен анам ауырып жатса мен қалай сабақ оқимын? Анан жазылады, жақын арада үйге оралады, сен бастысы уайымдама. Жарай ма? О, Айзере хабарласып жатыр. Алло? Айзере, айта бер. Жақсы. Жақсы, қазір келеміз. Не деді Айзере? Айзере емханада екен, соған барайық, жүр. Алақай! Мен телефонсыз өмір сүре аламын. Менің өмірім ғажап. Телефон өміріме кедергі жаман зат. Менің жақсы көрген заттарым бар. Мен табиғатты, кітап оқығанды, спортпен айналысқанды жақсы көремін. Тағы не еді өзі? Тағы би билегенді, өлең айтқанды, музыка тыңдағанды, видеоға түскенді, видеоға. Тоқта, бұның барлығы телефонмен байланысты ғой. Жандарым, қыздарым, ештеңе уайымдай бермеңдер. Бұйыртса, қайта ораламын. Анашым аман есен оралуыңызға тілектеспін. Ертерек жазылып кетіңіз. Анашым, сіз біз тастап кетпейсіз қой, Мен сендерді қайда тастаймын? Бұйыртса, әлбетте ораламын. Сосын үшеуміз теңізге барып демаламыз. Әлбетте теңізге барамыз. Айзере қызым, сен жас болсаң да, өз біліміңмен ақша тауып, анаңа көмектесіп жатырсың. Жаным, қызым, болашағың жарқын болғай. Ал егер
маған бір нәрсе болып кетсе, сіңілің саған аманат. Олай демені санашым. Мен сендерді жақсы көрем. Біз де сізді жақсы көреміз, санашым. Телемізді жесіне ауысайын деген ғой. Көрдің бе телефон қандай жайын екенін, Ғабидулла? Әр жерге тастай бермей жинап жүрмейсіңдер ме? Менің қолымнан келді, және тағы да келеді. Уақыт болды, шығыңыздар, пациентті мазаламаңыздар. Алмагүл ханым, отаға дайындалуымыз керек. Құттықтаймыз сізді, анашым. Сіздің тықбандылығыңыздың арқасында бұл дертті жеңіп шықтық. Біз сізге қуаныштымыз. Құдай қаласа бұл клиникада сізді көрмейік, жақсы күндерде жолыққанша. Мен де сіздерге шын жүректен алғысымды білдіремін. Қолдауларыңыз бен қамқорлықтарыңыз үшін үлкен рахмет. Мен өмірге жаңадан келдім. Енді әр сәтімді бағалауға және жақсы өткізуге әрекет етемін.